Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін түскі асқа немесе кешкі асқа дайындауға болатын өте оңай, дәмді болып шығатын тағам рецебімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен тауықтың етін осылай орташа етіп кубиктеп турап аламыз. Менде мұнда тауықтың төс еті. Одан кейін бір бас пиязды дәл солай етіп кубиктеп орташа етіп тураймыз. Тауықтың үстіне саламыз. Одан кейін 2 түйір сарымсақты осылай пресстен өткіземіз, немесе пышақпен ұсақтап турап қоссаңыз да болады. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді бір жұмыртқаны алып жақсылап араластырамын. Одан кейін үстіне 4 немесе 5 ас қасықтай қаймақ салдым. Менде мұнда дүкеннің 20% қаймағы. Жақсылап араластырамыз біркелкі болғанша. Кез келген пайыздағы қаймақ болады. Осымен біздің тұздығымыз дайын. Енді 4 немесе 5 дана картоплымызды алып, осылай үкіштің ұзын жағынан өткізіп аламыз барлығын. Немесе дөңгелек етіп, жұқа етіп турап алсақ та болады. Енді кез келген формамызды алып, сұйық май құямын, содан соң барлық жағына жағып аламын. Одан кейін жаңағы үкіштен өткізген картоптарымызды салып шығамын. Оның үстіне дәміне қарай тұз саламын. Одан кейін тауықтың етін салып шығамын, осылай барлық жағынан біркелкі етіп. Енді дайындап қойған қаймақты тұздығымызды құямыз. Барлық жағынан біркелкі болу үшін қасықпен жағып шығамыз. Кішкене осылай ортажыларын ашамыз, себебі астына, картопына, барлығына жақсы сіңу үшін біркелкі етіп жағып аламыз. Одан кейін қызанақты осылай дөңгелек етіп, кесіп осылай қойып шығамыз. Мен бетіне фольга жаптым. Қызып тұрған пеште 200 градуста 1 сағат пісіреміз. Енді ірімшікті осылай үкіштен өткізіп алдым. Менде 1 сағат пісті. Бетін ашып, одан кейін жаңағы үкіштен өткізіп дайындап қойған ірімшікті салып шығамыз қалауыңыз бойынша. Одан кейін пешке 5 минутқа ірімшік ерігенше саламыз. Содан соң 5 минуттан соң алып, осылай қалауыңыз бойынша ас-көк сепсеңіз болады. Өте дәмді, тойымды, ерекше тағам болып шығады. Жасап көріңіз, сізге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға көп рахмет. Егер сізге видео ұнаса, лайк басып, қазақша каналды қолдап, тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Ұлмекен, астарыңыз дәмді болсын. Қош сау болыңыздар.